жүректен шыққан тілек айту керек. Мынаның ішіндегі күмістер мына суды залалсыздандырады. Бұрын қолға алтын тақпаған ғой, алтын деген сәндікке, күміс деген денсаулыққа дейді. Сондықтан енді соған біздің жақсы сөзіміз қосылса, ол балаға күш, қуат береді деген қазақтың несі бар. Сондықтан біз өзіміздің әрқайсымыз қанша қасық құямыз, сонша сөз айтайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Аты кім деді? Хан дей беріңіз. Хан дей беріңіз. Хан баламыз өте ақылды болсын, өте мықты болсын. Хан баламыздың әке шешесі аман болсын. Хан баламыздың әжелері аман болсын. Бауырлары, ел жұрты аман болсын. Тек әкесінің баласы емес, еліміздің баласы болып, денсаулығы мықты, керемет жігіт болып өссін. Сымбатты болсын, өнерлі болсын, еліміздің үлкен азаматы болсын, президент болсын, мамасы мен папасы, әжесі мен атасы денсаулықтар мықты болып, соларды қуантып жүрсін. Қанша болды? 15 болды. 15 болды. Оқымысты болсын, мамасы мен папасын атасына, апасына тартсын. Қуаныштар көп болсын. Айтқысы ғой, куәміз. Жігіт ақылды болсын, 8 қырлы бір сырлы болсын. Дәу жігіт болып, папасы мен мамасының, атасы мен апасының алдында жүре берсін, артынан ере берсін. Хан баламыз ауырмай шыққан үлкен азамат болсын. Осы үйде тек жақсылық болсын. Ханның тек қызықшылығында жүре берейік. Денсаулықтарың мықты болсын. Атасы мен апасы, мамасы, анасы мен әкесі бақытты болсын. Тек қызықшылығын тойлап жүреді. Баламыздың өмір жасы ұзақ болсын. Үлкен жігіт болып өссін. Сүйікті, сүйкімді, қалаулы елдің жігіті болсын. Атасы мен апасының сүйкімді, сүйікті балапаны болсын. Хан балама үлкен денсаулық тілеймін. Ата апасы, әке шешесі аман болсын. Осы баламыз бақытты, үлкен азамат болып өссін. Денсаулығы мықты болсын. Артынан кішкентайлар өсе берсін. Нағыз қазақты басқаратын хан болсын, төре елді ынтымаққа шақыратын бала болсын. Жаңа Қазақстанның жаңа азаматы болсын. Бүкіл Қазақстан мақтан тұтатындай жігіт болсын. Ең бастысы көркем мінезді болсын. Иманды жігіт болсын. Абыройлы болсын, сыйлы болсын, атасы мен апасын қуантып жүре берсін. Мекеге апаратын бір күшті не болсын. Ешкім айтпағансың.